Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ақ праник жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, оған 250 грамм ұнымызды салып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды саламыз. Қанша мөлшер екенін видеоның астына жазып кететін боламын. Екеуін венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз. Содан кейін қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келгі болғанша. Егер де сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Біздің қазақша контентімізді қолдаңыздар. Осылай мен сияқты бір келгі болғанша араластырып алыңыздар. Араластырып болғаннан кейін 4 жұмыртқа қосамыз. 4 жұмыртқаның 2 жұмыртқасының ағын бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Оған қазір бетін крем жасау үшін қойып қоямыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сұйық майды құямыз. Бір келгі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді 1000 граммдық ұнымызды дайындап алып, үстіне 25 грамм разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін ыдысымызға ұнымызды аз-аздан салып, бір келгі араластыра отырып, қамыр илейтін боламыз. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді бұны 4-5 бөлікке бөліп алып, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа жұқалықта жаятын боламыз. Осылай жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін бір стакан, ел болмаса кесенің көмегімен домалақтап кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп аламыз. Қалған қамырын қайтадан біріктіріп, қайтадан жайып жасай бересіздер. Праникімізді кесіп дайындап алдық. Енді бір табамызды алып, үстіне пергаментный қағазымызды төсеп, үстіне қойып, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Осылай праниктеріміз көтеріліп, әдемі болып, қызарып пісетін болады. Барлық праниктерімді пісіріп алдым. Оның барлығын бір ыдысқа салып қойдым. Енді оның бетіне жағатын глазурын жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның ағын саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ болғанша. Басында араластырғанда баяу араластырып, одан кейін қатты қылып көтеріп араластыратын боламыз. Осылай әппақ болғанша араластырып аласыздар.
Міне глазурымыз дайын болды. Осылай қою, әдемі болып жылтырап тұратын болады. Енді бұны праниктерімізге щетканың көмегімен жағамыз. Осылай жағып аласыздар. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін беті кепкенше қойып қоясыздар. Или тезірек кепкенін қаласаңыздар, пешке бір салып алыңыздар 2-3 минутқа. Қызып тұрған 100 градус пешімізге салып аласыздар. Міне аппақ праниктеріміз дайын болып шықты. Өте әдемі және де дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Қолдау ретінде маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар.